Менің есімім Алексей Лодочников, жасым 21-де. Мен Тереңкөл ауданы балалар үйінің түлегімін. Өмірдің кейде осындай әділетсіздігі болады. Осыны мен білем, сезіндім. Тағдыр әрқайсымызға сынақ жібереді, және біз ол сынақты жеңіп шығуымыз керек деп ойлаймын. Байқаған шығарсыздар, қазақ тілде еркін сөйлеймін, қазақтың қара домбырасын меңгере үлгердім. Осындай керемет жолға мені балалар үйіндегі тәрбиешілерім салғызды. Оларға алғысым шексіз. Домбырада ойнағандықтан 2018 жылы Павлодар облысы бойынша өзінің гастрольдік турымды өткіздім. Мен тек өз өнерімді жетілдіріп қана қоймай, басқаларға да көмектесе аламын деп шештім. Сөйтіп, былтырдан бастап мен балалар болсын, үлкен адам болсын, қазақ тілін меңгеру мен домбыра үйірмесін аштым. Және оқушыларымның көпшілігі қазір көптеген музыкалық сайыстарға қатысып жатыр, жүлделі орындарға ие бола бастады, және мен оларды мақтан тұтамын. Бүгінде мен Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіндегі екінші курс студентімін. Мамандығым сол, домбыра мен дәстүрлі әндерді орындау. Бүгінде мен Қазақстандағы 100 жаңа есімі жобасының жеңімпаздардың бірімін. Нұрсұлтан Назарбаев қорының бастамасымен медаль елбасы атты керемет жобасының қатысушысымын, және осы жоба тек маған ғана емес, еліміздің барлық жастарына өзіне деген үлкен сенім әрі күш жігер беріп отырғанына көзім тиді, және осы жоба осыған үлкен дәлел. 21 ғасырдағы жастар үйде отырмай, еліміздің жарқын болашағын құру үшін аянбай еңбек ету керек деп ойлаймын. Мен аты әйгілі өнер иесі болуды армандаймын. Менің концерттерімде зал лық толы болады деп еш күмәнім жоқ. Өзінің әндерімді, клиптерді түсіруге арман қарай жалғастырамын. Және қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрін бүкіл әлемге паш ету үшін алда үлкен еңбек атқарамын деп ойлаймын. Біз болашақтың батырларымыз. Ертең және болашақта біздің отанымыздың тағдыры қандай болатыны тек біздің қолымызда. Ел үміті, Қазақстанның болашағы.